Ассалаумалейкум достар, бүгін біздің видеомыздың екінші частына қош келдіңіздер. ФБО видеосының екінші частына қош келдіңіздер. Так, Жасарал, қалайсың? Шүкір, жақсы. Бізде алдыңғы видеодан пайдей кеше ғана болған зат, бірақ YouTube'да ұзақ уақыттан кейін шығуы да мүмкін. Көреміз. Хабарласып тұр, білесің мекен жайымды. Можем потревожить весь ағайынды. Қасында жүрім маймыл. Бүгінгі план қандай бізде тауарлармен? Құдай қаласа қазір бірінші маркировкасын шығарамыз. Одан кейін поставка создать етіп, барлық документациясын туралап, упаковкасын жасап. Бұларға пайдей упаковка жасамасақ та болады негізі. Жаңа баркодтарын жапсырып шығамыз. ФБО-да көп адам білмейді. Если товарымыз сынбайтын болса, жақсы жететін болса, упаковка жасамай қойсақ та болады. Озонның өзі бізге упаковка жасап, клиентке апарып беріп отырады, если заказ түсіп отырса. Если майда товар болса, оны қиналмай упаковка жасасаған да болады. Енді өзіміздің выбормен қазір көреміз, қалай болады. Может, без упаковки, может, с упаковкой жібереміз ғой. Потом уже скатқа апарып өткіземіз. Ол процесс тоже полностью көрсететін боламыз ғой. Бүгін осы видеомен полностью аяқтаймыз біз. ФБО-ға қалай жібереміз, қандай плюстар болды, қандай минустар болды деген сияқты. Кішігірім лайфхак, Вайберспен айналысатындар білет. Если товарымыздың сыртына жапсыратын маркировкасын бөлек бір баркодерға сайтына кіріп жасайды да, Озонда барлығы қарапайым неғып түсірсең. Мына жерде біз товарымызды тауып, оң жағында үш точканы басамыз да, скачать штрих-код в PDF-ті баса саламыз. Принтер для печатки и скачать. Осыны бассақ, бізге уже готовый маркировкасын жасап береді. Біз осыны бүкіл товарымызға жапсырып шығуымыз керек қой. 163 штук қазір шығарамыз да, товарларға жапсырып шығарамыз. Бір күні бұл әлем кетеді ғайып бол, әрбір сөзге айып бұл. Товарды көрсетейін деген мо, барлығы шығып тұрмас үшін. Поставканы қазір Жасаралдың өзі создать етеді, өйткені біздің міндет негізі адамның өзін профессионал алып шығару да. Барлығын өзін жасап бере бермейміз, біліп, барлығын самостоятельно жұмыс жасай алатын болып шығу керек қой. Алдыңғы жол поставканы өзін создать еттің, Өзі ошибка болған жоқ, енді осы жолда смело өзі жасайды деген үміттемін. Мына біздің алдында екінші таңдаған нишамыз. Бұны біз упаковка жасап, сразу жүреміз. Товардың негізі сынбайды, бірақ өзіне мына маркировка жақсыспайды да. И клиентке кішкене приятно болу үшін мындай курьерский пакетке сала саламыз бірден. Көп емес, тоже 50 штук жібереміз ғой. Біздің балалар сұмдық қой, 10 минутта мынау жалпы товардың барлығын маркировка жасап, қайтадан коробкасына салып, алып барлығын жасап салып жатыр. Біздің рахат бойынша, біздің Алматы бойынша, бірақ фулфилмент бар шығар, Озон бойынша. Ол біздікі ғой. На автомате жұмыс жасайтын. Люблю букву R, чисто маңдай тер. В рэпе кандидер, туған жерді әндетем. Сенім бары, сенім креді, жаратушыған. Что-там Жасарал, не істейміз уже? Так, бізде тауарлардың бәрін дайындап қойдық. Жаңа маркировкасын барлығын тықтайындарын дайындап. Енді газельмен артып, складқа барып өткіземіз отправкасын. Мына бізде жаңа екінші товар ғой, зонтик деген. Жасаралдың өзінің ишасы. Уже скаттағы процесс көретін боласыздар. Кеттік. Family, маған ерекше дем береді, уақыт өтпетті. Инстаграмнан көрген шығарсыздар газель алған полностью. Мына алған газеліміз почти ең ұзын газельдердің бірі. Өзімен де өкінішке орай айти алмаймын. Біздің Ержан ағамыз, номер 1 водитель ағамыз. Потом бір айтайын дегенім, ақшаны қай жақтан тауып атсыздар, сол жаққа салу керек та. Бұл машинаның орнына, газельдің орнына біз басқа заттарды алуға болады, шетелге қыдыруға, немесе машинамды жаңартуға, басқа жақтарға. Бірақ біз ақшаны осындай жұмысымызды улучшать ету үшін, масштабқа шығу үшін газель сатып аламыз деп шештік. Сіздер де сөйтіп жасасаңыздар, үлкен бір масштабқа шығуға бұл бір фишка да былайша айтқан кезде. Алатау бөктері етегіңді шыршалар биікте көріктеді қалмауға жетпей. Деген жұмақтар ешқашан миымнан кетпейді. Келесі әрекет уже скатқа апарып түсіреміз, документтерін тексертеміз. И уже бірінші отправкамыз кетеді бүгінге. Кеттік. Достар, негіз көп адамға мен айтып жүремін да. Инстаграмда да айтамын, ютубта да тағы бір айтайын. Негіз любой адам кәсіпкер бола алады ғой. Кәсіпкер болу керек, біреуге жұмыс жасамау керек. Зарплатамен жүрген адам бай болу өте қиын да. Сөйтіп алдына Инстаграмда салсам, кейбіреулер жазады, егер барлығы кәсіпкер болып кетсе, кім врач болады, кім мұғалім болады деген сияқты. Ол жерде айтқым келгені, обязательно товаркаға келіңдер емес. Если мұғалім болсаңдар, өздеріңнің частный школаларында ашыңдар, врач болсаңдар, клиникаларында ашыңдар деген әңгіме ғой.
сөйтіп свободно өмір сүру керек. Осыны ұмытпаңыздар. Газеліміз мына жерге қоятын боламыз артымызға. И потом документтер тексертетін бар. Документтер мына есіктен кіреміз де тексеріп шығамыз. Егер барлығы дұрыс болса, уже ары қарай товарымызды түсіріп, орап, уже осымен процессіміз аяқталатын болады. Қазір мен документтерді тексеріп шығайын. Жүр жасылар. Қазір түсіреміз товарларды. Мынандай алды 5 мм тимей тұр. Запуск, старт, ракета. Бомба атомная, звук из капа ракета. Если палета емес, обычный корппен жіберетін болсаңыздар, уже ана пандусқа емес. Мына жақта Озон деген есік бар. Осы жаққа өткіземіз ғой. Мынаны пока балалар орап атқанша мен өткізе беремін. Дайындатқызып. Және мынандай пропуск болады. Пропускқа печать қойып шығатын боламыз. Машинаға да, газельға да. Ішінде өкінішке орай съемка запрещено. Құрметті достар, біздің почти ФБО процессіміз аяқталды. Енді Жасаралдың шынайы бір ойыңды айтып берсең камераға біздің көрермендерге. Қалай болды, қандай қиындықтар болды, несі ұнады деген сияқты. Жалпы ешқандай қиындық жоқ. Барлығын көріп біліп жатсыздар деп ойлаймын. Минимум максимум 2-3 күнде бітетіндік болады. Футболға отправка жасау, товарларыңыз дайын болса. Менде бүгін 3-ші отправка болып жатыр ғой. Үшеуінде палетамен. Және тек бір нишамен жіберіп жатқам. Қазір плюс жаңа ниша алдық. Мақсат ағамен үшеуінде де көмек сұрап, білмеген жерлерімізді сұрап жіберіп жатырмыз ғой. Жалпы жақсы, продажалардың бәрі жүріп жатыр ғой. Енді бұл жерде тағы бір қосып айта кетейін. Көп адамдар негізі біреудің курсын алып алады да, Қытайдан товар алады да, мың сразу футболға жүріп тастайды. Негізі олай жасамау керек. Біздің нақты қадамдарымыз бар. Біз өтіп жатқан ниша, тест жасаған, анализ жасаған, сол товарларды жіберіп өтетініне көзіміз жеткен. Сондай өзіміздің бір қадамдарымыз болу керек. Осымен видеоны аяқтаймыз ба? Аяқтайық. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі қандай видео түсірейік, солар жайлы жазып кетіңіздер. Сіздерге максимально пайдалы боламын деген үміттемін. Және плюс Instagram парақшамда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған мен Мақсат Жұмабек және Жасарал Оразбай.